Жол жүру ережесін бұзбасаңыз да басқа біреудің қателігі сіздің тағдырыңызды шешіп кетуі мүмкін. Мысалы, сағатына 60 км жылдамдықпен келе жатып, бар болғаны 6 секундқа телефонға көз салсаңыз, сіз тұтас бір футбол алаңындай қашықтықты жүріп өтесіз. Осы аралықта кенет тоқтаған көлік, алдыңыздан жаяу жүргінші немесе жолға атып шыққан жас бала апатқа әкелуі мүмкін. Жол жүру қауіпсіздігі ережеден бұрын адамнан басталады. Бұған қоса жолдағы ашу мен стресте қауіпті арттырады. Неге біз көлік жүргізгенде ашуланамыз? Себебі кептеліс, кешігу, шаршау және басқа жүргізушілердің қателігі жүйкемізге тиеді. Ашу жолда дұрыс шешім қабылдауға кедергі жасайды. Жылдамдықты арттырып озу, сигналды артық немесе орынсыз басу, басқа көліктерге қысым жасап балағаттау, мұның барлығы апатқа апаратын қадамдар. Егер жолды жарыс алаң емес, ортақ жауапкершілік ретінде қабылдасақ, апаттар мен қақтығыстар азаяды. Жол мәдениеті тек ережені сақтау емес, бір-бірін сыйлау. Автокөлік, мопед, газель, жедел жәрдем, трактор, велосипед бәрі бір қозғалыстың бөлігі. Жолда әртүрлі адамдар бар. Тәжірибесіз жүргізушілер, жастар, қарттар, баласын балабақшаға апарып жатқан аналар. Оларға сабырмен, қамқорлықпен, түсініспеушілікпен қарау керек. Төтенше қызмет көліктеріне жол беріп, қоғамдық көліктерге кедергі жасамау жол мәдениетінің басты бөлігі. Дамыған елдерде көлік саны көп болса да апат аз. Себебі адамдар бір-бірін жау емес, серіктес деп көреді. Жол ортақ кеңістік және ортақ жауапкершілік. Әрбір жүргізуші бір-біріне құрмет көрсетсе, жол тек қозғалыс орны емес, барлық адамға қауіпсіз, сенімді ортаға айналады. Қазақстанда жыл сайын орта есеппен 30-32 жол апаты тіркеледі. Олардың салдарынан 40 мыңнан астам адам зардап шегеді. 2024 жылы қазақстандықтар жолдағы қателіктер үшін 304 миллиард 300 миллион теңге төледі. 2025-2026 жылдар бойынша толық статистика әлі жариялануда. Бұл біздің асығыстығымыз бен сабырсыздығымыз үшін төлеп жатқан үнсіз салығымыз. Ең жиі тіркелетін құқық бұзушылықтар жылдамдықты асыру және бағдаршамның қызыл түсіне өту. Әсіресе қала орталықтарында жылдамдықты асыру барлық айыппұлдардың шамамен 60-65%-ын құрайды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мұны заманауи қоғамның үнсіз эпидемиясы деп атайды. Біз неге газ педалін басудан ләззат аламыз және бұл психологиялық тұзақтан қалай шығуға болады? Жүргізушілердің көбі жылдамдықты саналы түрде емес, сыртқы стимуляторлардың әсерінен арттырады. Кофеин, алкоголь мен энергетикалық сусындар ағзадағы адреналинді көтеріп, қауіпті бағалау деңгейін төмендетеді. Бұған қоса өлең факторы бар. Минутына 120 соққыдан асатын жылдам музыка жүргізушінің жүрек қағысын жиілетіп, оның жүру мәнерін агрессивтетеді. Көліктің ішінде қатты музыка жүргізушінің миында жалған, бәрі бақылауда деген сенім қалыптастырады. Бірақ физика заңы үшін сіздің сенімділігіңіз маңызды емес. Жылдамдықты 2 есе арттырсаңыз, соқтығысу энергиясы 4 есе көбейеді. Ал 100 км сағатына жылдамдықпен келе жатқан көлік кедергіні көргеннен кейін толық тоқтағанша кемінде 50-70 метр жүреді. Бұл өмірге қауіп төндіретін нақты зерттеулердің нәтижесі. Жолдағы бақылау камераларының болмауы жүргізуші психологиясына рұқсат етілген қылмыс ретінде әсер етеді. Камера жоқ жерде жауапкершілік те жоғалып қалғандай көрінеді. Камералар тек айыппұл салу құралы емес, олар адам өмірін сақтайтын психологиялық кедергілер. Жылдамдықты асырмау үшін жолға әрқашан 15 минут ерте шығуды әдетке айналдырыңыз. Көліктің круиз контроль немесе жылдамдықты шектегіш функцияларын міндетті қолданыңыз. Қазіргі көліктердің көбінде жылдамдықты шектеуге көмектесетін функциялар көп. Оның бірі навигатор дауысы. Google карталарында жылдамдық асып кеткенде ескертетін дыбысты қосып қойыңыз. Көлік тек темір тұлпар емес, ол қауіптілігі жоғары құрал. Жылдамдықты арттыру арқылы сіз тек уақыт емес, өз өміріңізді қысқартып алуыңыз мүмкін. Үйге 10 минут кешігіп барған адам ауруханаға немесе зияратқа 40 жыл ерте барғаннан әлдеқайда құнды. Сабырлы, жауапты және өз өмірін бағалай білетін жүргізуші ғана жолды барлығы үшін қауіпсіз етеді. Жыл сайын әлем жолдарында мыңдаған адам зейіннің шаршауы мен техникалық салғырттықтан зардап шегеді. Көп жылдық тәжірибесі бар сарапшы жүргізушілер жаңадан бастаушыларға арналған негізгі қауіпсіздік ережелерін ұсынады.
Түнде жол жүрсең, көліктің ішін қараңғы ұста, көзің шаршамайды. Әр 2-3 сағат сайын көліктен түсіп 5 минут жаттығу жаса. Қан айналымы жақсарса, ұйқы қыспайды. Егер көзің ілініп бара жатса, ешқандай энергетик көмектеспейді. Тек 20 минуттық ұйқы өміріңді сақтап қала алады. Бейтаныс қалада алдын ала жүретін бағытыңды қарап ал. Күн қарсы түссе, көзілдірік тақ, әйнекті таза ұста. Тұман болса, жақын жарықты жақ, жылдамдықты азайт. Қыста, қар барда қозғалысты баяу баста. Қатты жел соғып тұрса, рөлді 2 қолмен ұста. Жаңбырда асфальт су, тежегішті бірден баспа, баяу әрі бір қалыпты бас. Кептелісте рөлге жабыспа, аяқ қолды бос ұста. Жүгің ауыр болса, арақашықтықты 2 есе арттыр. Жол шетінде адам көрсең, жылдамдықты бірден азайт. Асыққанға кедергі болма. Алдыңдағы немесе артыңдағы жүргізуші қауіпті болса, арақашықтықты сақтап, жолақты ауыстыр. Мен бәрін білемін деген адам жаңадан еш нәрсе үйренбейді. Қазақстанда жол белгілерінің саны 300-ден астам. Күн сайын өзгермесе де, заман ағымымен электромобильдер, самокаттар жолға шыққан сайын жиі толықтырылып отырады. Сондықтан жол белгілеріне қарауды, жаттап жүруді әдетке айналдыр. BBC-ге сұхбат берген сарапшылардың айтуынша, салондағы бекітілмеген заттар апат кезінде жойқын күшке ие болады. Соқтығыс сәтінде артқы орындықта жатқан ауыр сөмке немесе су бөтелкісі физика заңы бойынша салмағын 10 есе арттырып, снаряд ретінде жолаушыларға соғылады. Салонның тазалығы мен заттардың жүк салғышта болуы сіздің қауіпсіздігіңіз. Таксистер мен курьерлер қазіргі қала қозғалысының ең қарқынды бөлігі. Олар үшін уақыт ақша. Уақыт қуған заманда 12 сағат тоқтамай жұмыс істеу өзіңізге жасалған қастандық. Шаршаған мидың реакциясы мас адамнан да төмен болады. 6 қосу 6 ережесін ұстаныңыз. Күндіз 6 сағат жұмыс істеп, арасында 2 сағат ұйықтап, немесе толық демалып, одан кейін барып келесі 6 сағатқа шығыңыз. Бұл өнімділікті арттырып, зейінді сақтайды. Алыс жолға шығар алдында дайындық амандықтың кепілі. Ұзақ сапар алдында тек бак толтыру жеткіліксіз. Тәжірибелі жүргізушілер келесі тексерулерді әдетке айналдыруды ұсынады. Қозғалтқыш майы мен тежегіш сұйықтығын жүйелі тексеру. Жарық шамдарын таза ұстап жұмыс істеуін қадағалаңыз. Және дөңгелек қысымын міндетті түрде тексеріңіз. Автокөлікте кез келген бөгде дыбыс шұғыл сервистік тексеруге себеп. Көлік басқару кезінде тамақ ішуге болмайды. Маневр жасау қабілетін шектейді. Смартфонды ұшу режиміне қойыңыз, немесе қолыңыз жетпейтін жерде ұстаңыз. Кез келген алаңдатушылық потенциалды апат. Егер апат болатын болса, мына алгоритмді жаттап алыңыз. Тоқтаңыз және белгі беріңіз. Көлікті сөндіріп, авариялық шамдарды қосыңыз. Көліктен 15-30 метр қашықтықта апаттық тоқтау белгісін қойыңыз. Өзіңіздің және жолаушылардың жағдайын біліңіз. Егер ауыр жарақат болса, адамды қозғалтпаған абзал. Бірден 103 және 112 нөміріне хабарласыңыз. Жедел жәрдем мен полицияға. Көліктің зақымдалған жерлерін фото мен видеоға түсіріп алыңыз. Мүмкін болса, оқиғаны көрген адамдардың нөмірін жазып алыңыз. Жақсы жүргізуші кез келген жағдайда суыққандылық сақтап, жауапкершілікті өз мойнына алатын адам. Көлігіңізді таза, жаныңызды тыныш, ал зейініңізді тек жолда ұстаңыз. Үйде сізді жақын жандарыңыз күтіп отыр. Күнделікті қарбалыс, кептеліс және біреудің дөрекілігі біздің эмоциямызды шегіне жеткізу мүмкін. Көп жағдайда жолда біреу қысып кетсе, немесе балағаттаса, біз оны жеке басымызға балап, намысымызға тиді деп қабылдаймыз. Бірақ есте сақтаңыз, адамды боқтау немесе кемсіту ұсақ нәрсе емес. Сырттай әлсіз көрінген адамның да ішінде намысы бар. Ашу үстінде адам ақылмен емес, соқыр сезіммен әрекет етеді. Бір сәттік боқтық немесе дөрекілік соңы орны толмас өкінішке, тіпті қайғылы жағдайға соқтыруы мүмкін. Әр істің сұрауы бар. Халқымызда ашу дұшпан ақыл дос, ақылыңа ақыл қос деген сөз тегін айтылмаған. Ежелгі грек философы Аристотель ашуды басқаруда ақылдың ең жоғарғы формасы деп санаған. Адам болу күш көрсету емес, бойыңдағы асау күшті ақылыңа бағындыру. Бүгінгі заманның ғұламасы Илон Маск жасап жатқан Tesla автокөлігі өздігінен басқару режимі бізге керемет сабақ береді. Машина эмоциясыз, асықпайды, қауіп туса баяулайды, жол береді, соқтығыстан қашады. Сол сияқты адамда эмоциясына берілмей жағдайды басқарса, ең дұрыс шешім қабылдайды.
Бізде жолда автопилот сияқты парасатты болуымыз керек. Егер біреу сізді ренжітсе немесе қауіп тудырса, оған жауап қайтармаңыз. Жылдамдықты азайтыңыз, жолақты ауыстырыңыз және өз жолыңызбен кете беріңіз. Егер жағдай шектен шығып қауіп төндірсе, жұдырық ала жүгірудің қажеті жоқ. Біз құқықтық мемлекетте тұрамыз. Мұндайда ең дұрыс шешім жол полициясына қоңырау шалып, мәселені заң аясында шешу. Айта кету керек, қазіргі полиция қызметкерлерінің жауапкершілігі өте жоғары. Олар өз ісіне бекем, заңның орындалуын қатаң қадағалайды. Көшедегі тәртіпсіздікпен өз бетіңізше күрескенше кәсіби мамандарға сенім артқан, әлде қайда ақылдырақ әрекет. Көлікке отыру мақсатымыз әртүрлі. Біріміз жұмысқа асықсақ, біріміз отбасын асырау үшін қысы-жазы мопед айдап таксидеміз. Біріміз ауруға араша болып жедел жәрдемде. Біріміз ел несібесін тасыған жүк көлігінде. Мақсат қандай болса да барлығымызға ортақ бір тілек бар. Барар жерімізге аман есен жету. Асығыспен ашу жолыңыздан аулақ жүрсін. Сабыр мен ақыл серік болсын. Көлік көп болса да көңіл кең болсын. Барар жеріңізге жеткенде үйде күткен жандардың қуанышы қарсы алсын. Не болса да жолдарыңыз ашық, сапарларыңыз сәтті болсын. Бір-бірімізді сыйлап, жол ережесін сақтайық.